Саламатсыздар ма оқушылар? Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Отырайық. Химия сабағы. Үйіңді тапсырамыз қандай? Жақсы. Параграф 18, иә? Жақсы, отырамыз. Жақсы, балам. Назарыңызды экранға аударайық. Бірінші сұрағымызды бастамасы тұрып психологиялық ахуал орнатып алайық. Яғни комплимент айту әдісі бойынша жаңағы психологиялық ахуал орнатса, кім қандай жақсы сөз арнайды? Өзіне, сыныпқа жақсы айта ғой бейза? Жақсы, қошақ қалақтар. Келесі кімде қандай ұсыныс бар? Нұсқа бар. Ақтебен? Ақылды? Жақсы. Аян? Жақсы. Яғни, есеп шығара қояйық. 15 мол аммиак молекуласы мына жақта жауаптары тұр. Қайсымен сәйкес келеді екен? Шығарайық кәптерімізге. Кәптерімізді ашы. Сәйкестендіре қояйық. Бірінші тапсырманы қарап, 15 мол аммиак молекуласы қайсымен сәйкестендіреді? Жақсы. Келесі, 0,25 мол аргон атомымен 1,5 мол оттек молекуласы. Жақсы. Келесі, ең соңғы сұрағымыз, 1000 мол көмірқышқыл газының молекуласы. Жақсы. Тығыздығы, көлемді қатынас заңы деп жаза қояйық. 8, 2, 3, 7 газдардың салыстырмалы тығыздығын және заттың молекулярлық массасы салыстырмалы тығыздығын тығыздық бойынша есептеу. 8, 2, 3, 8 газдардың қатысуымен жүретін реакциялар бойынша есептер шығаруға газдардың көлемдік қатынас заңын қолдану. Бағалау критерийлерін тоқталатын болса, заттың салыстырмалы тығыздығы бойынша молекулярлық массаны және газдардың салыстырмалы тығыздығын есептейді. Көлемдік қатынастар заңын қолдана біледі. Люсер ғылымға енгізген 1808 жылы. Бұл кездегі заңдылық балдар біздер барлық газдардың 1 мол деп зат мөлшерін алатын болса, бұл кезде газдардың көлемі нешеге тұрады деді? Нешеге тұрады? 20 тұрады деді. Енді осы газдардың көлемдік қатынасы дегеніміз қанша химиялық реакция теңдеуіндегі газ молекулаларының стихиометриялық коэффициенттері реакцияға түскен және реакция нәтижесінде түзілетін газдардың көлемдік қатынастарын көрсетеді. Түсініп тұрсыздар ма балалар? Мұнда біздің әрекеттесуші заттар мен түзілген өнімнің жаңағы арасындағы реакцияда қатынастары бір-біріне не болады екен? Тең болмайды. Бұл жерде кіші көрсеткішін көрсетеді. Мына жерде неше аммиактың неше молы қатысты реакцияға? 4 мол. Ал мұнда 3 молы. Ал мына нәтижесіндегі азотта 2 молы қатысты. Ал мұнда судың 6 молы қатысты. Яғни сәйкесінше жаңа қалып жағдайдағы көлемі 22,4-ті біз осы молекула санына көбейтедік екенбіз. Сода нешеге тең? Яғни газдардың арасындағы әрекеттесуші заттар түзілген заттар. Яғни бұл жерде
әрқайсысы әрекеттесу заттарды зат мөлшеріне байланысты, иә. Мына жерде сутегіміз 1 моль қатысып тұр. Хлорымыздың сәйкесінше қандай моль қатысып тұр? 1 моль. Ал нәтижесінде H-хлор, яғни тұз қышқылда 2 моль қатысып тұр екен. Сәйкесінше 1 моліміз қалып жағдайда неше екен? 22,14 екен. Сонда мына жеріміз 22,14-ке, мұнда 22,14 литр көлем. Ал сәйкесінше алдындағы 2 көбейтті 44,8 литр шығар екен. Алға екінші жағдайдағы реакция теңдеуінде неменің арасындағы реакция болады? Аммиактың, яғни жаны оттектің арасындағы реакция. Нәтижесінде азот түзеді. Және 6 молекулалы су бөлінеді екен. Сәйкесінше бұлардың моль саны, яғни реакцияға қатысқан заттардың зат мөлшері 4 моль, 3 моль, 2 моль және 6 моль болады екен. Ал газдардың көлемдерін қарайтын болсақ, жаңағы айтқан зат мөлшеріне тұрақты 22,14-ті көбейтеді екенбіз. Сонда сәйкесінше неше шығады екен балалар? 89-да 6, 67-де 2 және 44,8 шығады екен. Сонда бұлардың ең кіші біз қатынасына бөледі екенбіз. Сонда мына жердегі қатынастарымыз неше екен болып тұр? Неше мен неше болып тұр мына жерде? Бірінші жағдайда 1, 2 көлемді қатынасқа әрекеттесіп тұр екен. Түсінікті ме? Көлемді қатынас заңына келетін болса, оны қандай ғалым екен? Қай ғалым ашқан екен? Ғалым ашқан 1808 жылы. Оның тұжырымдамасы бойынша реакцияға қатысатын газдардың көлемі мен реакция нәтижесінде газдардың көлемінің қатынасы кіші үлкен сандарды қатынасына тең болады екен. Түсініп отырмыз балалар. Келесі қарайық. Вильгасов заңының салдарына тоқталайық. Яғни тұжырымына қиындау реакция теңдеуіндегі газ молекулалардың стихиометриялық коэффициенттері реакцияға түскен және реакция нәтижесінде түзілетін газдардың көлемді қатынастарын көрсетеді екен. Сонда реакцияға қатысып тұрған заттардың 1 молі әрекеттесу заттардың молекула саны оның молін көрсетеді және көлемді қатынасын көрсетеді екен. Түсінікті ме балалар? Есте сақтаңыз, яғни қалыпты жағдайда газдарға қатысты есептеуге қолданатын тұрақты шамалар. Яғни қысымымыз неше тең екен? 1, температурамыз 273, яғни К немесе 0 градусқа тең. Ал қалыпты жағдайдағы көлеміз, яғни мольдік көлеміз нешеге тең? 22,14 литр мольге тең екен. Ал енді тапсырма болған кезде, осы көлемге қатысты тапсырмалар болған кезде біз есептерді жүргізудің ретін білуіміз керек екен балалар. Сіздерді мынандай есептер тұр. Қалыпты жағдайда 10 метр куб пропанды, яғни пропанды отырғанымыз бұл жерде қандай зат балалар? Газ ба? Газ. Толық жауап оттектің көлемін есептеңіз. Яғни біз қысқаша балалар не істейміз? Берілгенін жазамыз. Және табу керектіде жазатын боламыз. Және қиындау реакция теңдеуін жазамыз. Сосын оны міндетті түрде теңестіреміз. Егер теңеспейтін болса, есебіміз дұрыс шықпайды. Енді сәйкесінше бізде не зат белгісіз, соны жазамыз. Яғни бұл жерде бізде не сұрап тұр? Оттектің көлемін тауып сұрап тұр. Және 10 метр куб пропан газы белгілі. Ал сәйкесінше осы реакцияға қатысқан зат мөлшері пропандікі 1 моль тең және оттектікі 5 моль тең. Осымен біз пропорция құрамызда осы жерде епістау есептеуді жүргізіп шығарады екенбіз. Және ең соңында жауабын жазамыз. Түсінікті ме балалар? Түсінікті. Реакциядағы газ тәрізді заттар қандай заңдылықтарға бағынады? Нақты мысалдармен түсіндіріңдер. Қандай заңдылықтарға бағынады демесіздер балалар? Қандай қиындау заң бар? Жаңа ойлап жатқан заңдар өткенде тағы тұрақты шама бар еді бізде. Қандай тұрақты шама бар? Авогадро заңы. Бұл нешеге тең еді балалар? 6,100-ден 2 көбейтілген
mash darajasi, mol mezon darajasi. Жақсы. Содан кейінгі тағы заңда химиялық реакциялар мен газдардың көлемді қатынастары арасындағы сәйкестікті табыңдар дейді. Ал сәйкестік таба қояды. Қалай деп ойлайсыздар? Мына жерде сутекпен H2 F2 әрекеттесі HR 2 молекулалы H2 түзіп тұр. Иә? Бұны сонда асы қарай 2, 1, 3. 2, 1, 3. Бұдан кейін 2, 1, 3. Сонда сәйкесінше 1, 1, 2 мында келеді. 2, 1, 3 мында келеді. Солай ғой, да? Сосын 2, 1, 2, 1, 3, 2. Осылай сонда бүкілге көміршіл газдың энергия шегеді 32-ні қосамыз 12. 44 дейміз. Сонда екіншісі ғой? Берілсін жазықтыр өзі. Бірінші атауы дегенде кім айтады? Ақтөбе. Жақсы. Бір пайыз. Балалар мына жердегі әр егер заңға жауап берсе, ескеріп тұрмыз. Бір ұпайда. Сонда общий біз 6 ұпай алады екенбіз. Ал формуласы кім айтады? Қандай элементтер беріп тұр? Кім өтінген? Жақсы, бір ұпай. N молекула саны. Айшұлдыз? Жақсы, өте жақсы. Бір ұпай. Моль саны. Айару. Жақсы. Бір ұпай. Көлемі жөнінде. Кім айтады? Көлемі. Аяғыз көлемі айтады. Жақсы, бір ұпай. Қайтамын. Түсінікті ғой, да? Әрқайсысында бір мол ада сутек, әде оттек, бұда көмірқышқыл газы бар. Құтыларда ашпай аз
оларды қалай танып білуге болады? Қалай танып білуге болады дейсің балалар? Сен да? Жақсы отырау. Қалай танып білуге болады балалар? Бұлардың тығындалып тұр, иә? Жарық тұр. Жабық ыдыстан бұл газдан қалай анықтаймыз? Қалай анықтаймыз ойлайсың? Мысалы, ашқан кезде ісінен басталады. Жақсы отырау. Жоқ, ашпауымыз керек біз бұны. Біз ешқандай ашпауымыз керек. Қалай танып білеміз балалар? Барлығы сұйық газ. Барлығы да газдар деп тұр. Құтының аузын ашпаймыз деп тұр. Сонда біз қалай білеміз оны? Жоқ. Біздің бір моль беріліп тұр, иә? Бір моль. Барлығы да моліміз, зат мөлшері бір моль екен. Ал енді осының біз несін табуымыз керек? Массасы табуымыз керек екен. Сонда бізде қандай формула бар еді? Масса көбейтілген, зат мөлшері N көбейтілген, үлкен N керек. Яғни малярлық массаға. Сонда сутектің массасы нешеге дейін екен? Сутектің массасы H2. Екіге тең. Келесі оттектің массасы 32-ге тең. Ал көмірсулардікі 44-ге тең. Сонда массасына қарай біз бұл құтының аузын ашпай-ақ біле алады екенбіз. Себебі газдарымыздың көлемі тұрақты болғанмен, зат мөлшері бір моль тұрақты болғанмен, бұл жерде жаңағы зат мөлшері белгілі болғандықтан малярлық массаға, газдардың малярлық массасына көбейту арқылы массасын тауып аламыз. Сол кезде анықталады екен. Назар аударайық. Бірінші сұрақ, газдардың көлемдік қатынас заңын кім ашты? Осы Гей-Луисы. Жақсы отырамыз. Бір ұпай. оқушыларды бағалап жіберейік. Айдаруға 10 ұпай, Айжұлдызға 10 ұпай, Ақкебе қатысқан оған да 10 ұпай, сосын Сержанға 8 ұпай қойылады. Жақсы, сабақ аяқталды. Үйге тапсырма 19-ші параграф, сосын қалған есептерді шығару кітаптағы.